6 сынып қазақ тілі мен әдебиеті пәні 3 тоқсан бойынша 90-дық жиынтық бағалау. Мәтінді тыңдап тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма. Мәтінге тірек болатын сөздерді табыңыз. Дұрыс нұсқасы: Д. Олимпиада чемпионы, спорт шебері. Екінші тапсырма. Данияр Елеусіновтың жаттықтырушысы кім болған? Дұрыс нұсқасы: В. Әкесі Марат Елеусінов. Үшінші тапсырма. Тыңдалым мәтіні бойынша бір дұрыс ақпаратты табыңыз. Дұрыс нұсқасы: В. Үшінші тапсырма. Бос орынға қажетті сөзді қойып, сөйлемді толықтырыңыз. Қажетті сөз: жеңіп алған. Бесінші тапсырма. Сұраққа толық жауап беріңіз. Спортшы ең алдымен қандай қасиеттерге ие болу қажет? Әрине, ең бірінші төзімділікке, шыдамдылыққа, өзіне серт бере алатын болу керек. Оқылым. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. Бірінші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша бір дұрыс сөйлемді табыңыз. Дұрыс жауабы: С нұсқасы. Екінші, үшінші тапсырма. Мәтіннен берілген сөздердің антонимін, синонимдерін табыңыз. Саудагерлер синонимі: сатушылар, көпестер. Қирады антонимі: соғылды, жасалды, пайда болды. Келесі тапсырма. Сұраққа толық жауап беріңіз. Бірінші сұрақ. Ұлы жібек жолы Қазақстанның қай аймақтарын қамтыды? Ұзындығы 12.000 шақырым болатын Ұлы жібек жолының сауда керуендерінің бір бағыты Қазақстанның оңтүстік аумағы арқылы өткен. Бірінші сұрақ. Ұлы жібек жолы арқылы саудагерлер не тасыды? Керуендер өтетін шаң басқан жолдар арқылы қымбат маталар, асыл тастар, алтын мен күмістен жасалған заттар, экзотикалық жануарлар тасымалдады. Бірінші сұрақ. Ұлы жібек жолы арқылы саудагерлер не тасыды? Керуендер өтетін шаң басқан жолдар арқылы қымбат маталар, асыл тастар, алтын мен күмістен жасалған заттар, экзотикалық жануарлар тасымалдады. Жазылым. Берілген екі тапсырманың бірін таңдап, жазба жұмысын орындаңыз. Сөздерді орфографиялық нормаға сай жазып, қосымшаларды дұрыс жалғаңыз. Сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолданыңыз. Менің каналыма тіркеліп, осы тапсырманың толық нұсқасын жауабымен бірге алуға болады.